Жаны ең таза қыз. Баянның мына алақандай шағын ауылда тұрып жатқанына біраз уақыт болды. Жүріп тұруы әлі жырақ болғанымен белінің қияңы әсте ұстап қалатын. Рысалды кемпірдің 2 бөлмелі шағын үйі ауыл шетінде. Құдай, елге тыныштық ынсап бере көр деумен отырып тұратын қария денесін коляскаға артқан мүгедек қызға пана, ал Баян оған сүйеу. Сабағын пысықтап алған қыз мүгедектерге арналған коляскасының дөңгелегін қолмен айналдырып, бұлардың үйінен алыс емес ауыл сыртындағы оқшау төбешікке таяп барады. Содан кірпік қақпастан әлі төбешікке көз тігеді. Қалың жусан басып жатқан төбешікке былайғы жұрт көп жуи бермейтін. Тұяқты мал да сол. Одан адамдар не себепті қорқатынын, мал жанның неге үркіп жоламайтынын Баян әрине білмейтін. Соңынан Рысалды кемпірден: төбешік бір кездері жыландардың ортасы болған екен, 2 рет ауғанын көрдім, дейді қария. Өң қара бауыр ақ жылан. Азанғысын сиыр айдап шығып едім, ұзын санының қанша екенін кім білсін. Жарықтықтар төбешіктің бауырынан күншығысқа қарай өріп бара жатты. Есім шығып тұрған орнында сілейіп қалыппын. Азанда атам биесін тұсап жүріп байқап қалса керек, орнынан қозғалма, тұр солай, үнсіз қорықпа, олар тимейді, деп айғайлады. Шынында да олардың мені бар жоғымда шаруалары жоқ сияқты. Әлдеқайда асығыс жиналғандай сұмдық жылдам жосылған. Сол күн түс ауа жер сілкінді ғой. Бұл менің 8-9-ға келген кезім. Екінші жол сәл беріректе болды. О жол таудан көшкін жүріп, өзеннің суы көтеріліп, 4 үйлі жан біраз мал опат болған. Апа, сіз алғашқы көргеніңізде олар күншығысқа қарай өріп бара жатты дедіңіз ғой, кейін қайта оралған ба ордасына, деп сұраған Баян. Білмеймін ғой, көзбен көрмеген соң не дейсің? Оралмаса екінші жол көргеніңіз қайдан келген? Қайдан айналайын? Менің анық білгенім жыланның ордасы бұрыннан барлығы. Атам, бабалардың кезінде жұрт ол төбешікке ыдысқа үнемі сүт құйып апарып қойып кетіп отырыпты дейтін. Олар шағып алмай ма? Бұл ауылда ешкім жыланшақ дегенді естіген жоқпын. Тіпті көргеннің көзіне көріне бермейді екен. Бұрынғылардан қалған сөз. Жылан ортасынан тек ең жаны таза адамдарға ғана көрінеді-міс. Онда апа, сіз жаныңыз ең таза екен ғой? Білмеймін айналайын, білмеймін. Баянның төбешікке үйірсіктеу осы әңгімеден кейін: менің жаным қандай? Менің жаным ең таза ма? деген сауал оны осылай қарай еріксіз алаңдататын. Қыз төбешікке әуелде аласырақтан көз тіккен, содан бірте-бірте жақындай түсті. Енді ұйысып қалған жусан аралас шөптің қурайдың арасынан төбешікті көзбен анық ажырата алатындай жерге жетіп, ұзақ-ұзақ тесіле қарай отырып алды. Рысалды кемпірдің олардың көрінбей кеткенде талай жыл, сірә біржолата ауған-ау, қайтесің, көрінеді деп күтпей-ақ қой, дегеніне құлақ аспай қойды. Мүмкін көрінетін шығар деп үміттенеді, көрінсе деп армандайды. Осылай сарылып отыратын қыздың ойына не келіп не кетпейді. Мамасы, папасы, бұлардың қаладағы пәтері 4-ші қабатта болатын. Әкесі әлдебір мекемеде қарауыл болатын. Бір күні жұмыста, 2 күн үйде. 2 күн көрші подъезде тұратын орыс шалдармен тал көлеңкесінде қараңғы түскенше домино ойнайтын. Үйдің бұрышында сырахана бар. Содан үлкен-үлкен шыны ыдысқа көбігін көпіршітіп толтырып алып келіп, жандарына қойып алып, кезек-кезек сіміріп, доминоның тасын қолдан істеген ағаш столдың бетіне сырт-сырт ұрады да жыртады. Арасында кезек-кезек сыраханаға бірнеше жолы барып келседі. Баянның 5 жасар кезі ғой. Күнсақ далада әкесінің маңында ойнап жүреді. Әкесі қолында добалдай нан ұстатып қояды да алысқа ұзап кетпеуін ескертіп, доминомен болады. Жаздың аптабы, қыстың ақпанында азаннан қара кешке дейін көк базарда табанынан таусылып, түнімен үйде өзі пісіріп шығатын тағамдармен сауда-саттық жасайтын шешесі үйге оралғанда үсті-басы салтақ-салтақ, қызы мен киімін шешпестен өлі ұйқыға кетіп қалған күйеуін көріп үнсіз жылайтын. Содан бір күні ауырды ғой, қатты сырқаттанды.
Жедел жәрдем келіп әкеткелі жатқанда мұның білегінен әлсіз қолдармен ұстап: «Құдай-ай, Құдай, мына сорлыны кімге қайда тастап барамын?» деп ықылық атып өксігін жұтып бара жатқан Баянның есінде қалып қойды. Шешесі қайтыс болған соң әкесі екеуінің итке бергісіз күндері басталды. Мұны тастайтын жер жоқ. Әке қызды кезекшілікке келгенде жұмысқа өзімен бірге ала келеді. Ішінде әлдебір жағымсыз иіс бар. Тар, жалғыз бөлмедегі тастай қатты тор төсекке мұны бірде отырғызып, бірде жатқызып қойып, әке өзімен бірге әкелетін дорбасымен 2 шөлмек шығарады. Қан-қызыл сұйықты сырлы стақанға 3 пілдете толтырып алып, ыстықтатып сіміреді келіп. Енді бір кезде «Күләй-ай, бізді қайда тастап кеттің?» деп екі иығы селкеңдеп күбір-күбір сөйлеп отырады. Мамасының атын естіп Баян елеңдейді. «Папа, мамам келмей ме?» деп сұрайды. «Келмейді» дейді папасы. «Неге?» дейді Баян. «Өліп қалды ғой» деп әкесі мұрын тартады. «Өліп қалды ғой, Күләй. Өліп қалса қайта келмей ме ешкім?» дегенде Баянның да көзіне жас толады. «Қайта келсе өстіп боздап отырамыз ба?» деп әкесі еңкілдейді. Түн ішінде Баян жиі-жиі ояна беретін. Папасы ылғи қорылдап еденге жатады. Бас жағында бос шөлмектер, темекінің мыжылған тұқылдары. Қыздың күлімсестен жүрегі айниды. Бірде папасы кезекшілігін өткізіп үйлеріне қайтып келе жатқан жолда үлкен көшені көлденең қиып өте бергендерінде ағып келе жатқан машинаға тақап қалған Баян алдымен байқады. «Папа!» деп шыңғырып жіберіп артқа жұлқынып еді, білегінен тас қылып ұстап алған әке алға ұмтылған. Шиқылдаған сұмдық дауыс естілді. Баян көзін ашқанда машина ішіндегі әлдекімнің алдында көлденең жатыр екен. «Папа!» деді әлсіз үнмен. «Папаңның әкесінің аузын» деп алдында алып отырған егде кісі жаман сөз айтып жіберді. «Папа емес ол, маскүнем!» Баян белінің қатты ауырып, қатты шаншығандай шыдай алмай «Ай!» деп ыңырсып талықси берген. Ауруханада ұзақ жатты. Бел омыртқаның жолны зақымданып, аяқтары істемей қалған. Содан мүгедектер қоғам мүсіркеп сатып берген осы коляскаға таңылған. Көзі төмпешікте, ойы алыста отырған қыздың көзі кенет ыстық алақан келіп жапқан. Арт жағынан білдірмей келген бұл Бекзат қой. Өзімен бір класста оқитын көршінің баласы. Баянды көптен көп үйірсектейтін осы. Ертеңгісін сабаққа бірге барады. Бекзат мұның коляскасын итеріп отырады. Сабақтан қайтқандарында да солай. «Бекзат, болды енді, көзімді ашшы» деді Баян. «Дым көрмей қалдым ғой». «Сөйдейін бе?» деді Бекзат ойнақыланып. «Сөйт». Жылы жүзді, ұзын бойлы баланың да көзі төмпешікте. «Көрінді ме?» «Жоқ әлі». «Көрінеді сөзсіз» дейді Бекзат. «Саған сөзсіз көрінуі тиіс. Жаны ең таза адамға жоқтың өзі көрінуге тиіс дейді менің атам». «Рас па?» «Рас, солай айтты ма?» деп Баянның жүрегі лүпілдеп кетті. «Сен жақсы баласың, Бекзат. Сен тамаша қызсың». «Тамаша?» «Иә, тамаша. Анау тауға қараш. Сол таудың ұшарпасында еңлік гүл өседі дейді атам. Мен сені соған шығарғым келеді. Шығарайын ба?» деп Бекзат алабұртып тұр. Қыз баланың қолынан сыртынан сипады. Кейін. Жарай ма, Бекзат?» Бала басын изеді. Сосын мұның алақанына 2 кәмпит салды. «Тез жеп қоймасаң еріп кетеді. Біреуін өзің жесеңші». «Жоқ, екеуін де өзің жейсің. Ал мен сенен бір нәрсе сұрайын деп едім. Сұрайын ба?» «Сұра». «Сен Ырсалды апаның қызының қызымысың?» «Жоқ, ендігімісің?» «Ешкімі?» «Сонда қалай?» «Сонда қалай деймісің?» Үйіне ауруханадан мүгедектер коляскасына отырып алған Баян келе көп өзгерісті байқаған. Телевизор, тоңазытқышта көрінбейді. Қабырғадағы үлкен кілемде жоқ. Папасы бұрынғыдай азанда пәтерден шығып кетіп, бір иіс сұмдық сасық арақ әкеліп, сонысынан аздап ішіп алады да жатады. Бұрынғыдай жұмысқа бармайды. Көрші подъездегі орыс шалдармен домино ойнамайды. Тек киімдері кір, сақал-мұрттары қырылмаған біреулер келіп тұрады. Солармен ішеді. Баян сыртқа анда-санда болмаса көп шыға бермейтін. Өйткені коляскамен төмен қабатқа түсе алмайды. Бірде бұл сұранған соң әкесі достармен мұны көтеріп есік алдына шығарды.
таза ауаға шоқ бойы лезде серіген Баян колясканың доңғалағын қолымен жайлап айналдырып үйдің үлкен көлеңкесін бойлап айналаға қызыға көз тастайды. Өзі талай жүгірген, сүрініп құлаған жерлер. Анау шағын балалар алаңындағы әткеншектерге бұлда отырған. Мамасы демалған күндері мұның соның біріне отырғызып қойып тербетер еді. Баян ұзақ болды далада. Қай кез екен сыртқа достарымен әкесі шыққан. Бәрі күж-күж, аяқтарын тәлтек-тәлтек басады. Папасы мұны құшақтап маңдайынан сүйіп көзіне жас алды. Мен қонақтарды шығарып салып келейін дейді. Балмұздаққа деп майда тиындар берді. Баянның көзі әкесінің қолындағы түйірі қомпайған пакетке түсіп кетіп еді. Мамасының былғары қала плашын көрді. Оны қайда апарады деп ойлады. Ана бір жолы етігін тағы бірде костюм юбкасын көтеріп бара жатқанын байқаған. Папасы қалың қатты ұйықтап жатқанда шифонердің ішін ашып қараса, мамасының ілулі тұрған киімдерінің көбі жоқ, және ең әдемілері. Папасының оларды қайда неге жібергенін білмейді. Қонақтары ұрлап әкетіп жүрме деп те ойлап қойған. Кеш батты, қараңғы түсті. Папасы сол кеткеннен әлі жоқ. Баянның қарны ашты. Кешкісін подъездің алдына шығып әр жердегі жолақ скамейкаларға 3-4-тен топтанып отырып алып әңгіме дүкен құратын. Жарыса шекілдеу шағатын көршілер кеш қарайысымен үйлеріне кіріп кеткен. Папасы қайда жүр? Неге кешікті? Мас болып жатып қалды ма бір жерде? Пәтерге қалай көтеріледі? Мамасы өлгеннен кейін пәтерде жалғыз қалуды ойласа жаман қорқатын. Анда-санда кісінің сұлбасы көрінсе папасы екен деп елеңдеп қалады. Сөйтсе бәрі ары өткен, бері өткен бейсауыт адамдар. Келеді ғой, келеді, күтем деп үй алдынан өтетін жолдың арғы бетіндегі үлкен ағаштың астына барып жайғасып алды. Ешкімнің көзіне түспеуді ойлады. Сұрайды ғой олар, жападан жалғыз түн ішінде неге отырсың деп. Қала үйлерінің шамдары түн ауа өшеді. Бірте-бірте тыныштық орнай бастайды. Ұзынды кеш тарыл гүріл тынымсыз үлкен жолдың бойында машиналардың жүгісі азаяды. Тек тезбе иттер ғана жатпайды. Әр жерде искелеп бір келіп бір кетіп жүрген кәнден иттер, ағаш түбінде отырған Баянда шаруалар жоқ. Адамдардан қалған құтқандарды іздеп өздерімен өздері. Қыздың қарны қатты ашты. Папау, пап деп іште қайталап өкси берді. Осылай қанша отырғанын білмейді. Әлдекімнің әй деген даусынан оянды. Таң атып, жарық түсе бастапты. Алдында аула сыпырушы орыс әйел тұр. Мұның не? Осында түнегенбісің деп состиып қалды. Папам келген жоқ па деп Баян ұйқысын әзер ашқан. Папаң қайда деді әйел. Кеше қонақтарын шығарып салып кетіп еді. Кеше, қазір, енді бүгін ғой. Баян жылап жіберді. Люди деп аула сыпырушы әйел бәйек болды. Пәтеріңе шығарайын ба, қарның ашты ма, шөлдедің бе деп жатыр. Қыз коляскасының доңғалағын қолымен итеріп жүріп кетті. Бақыты кешке папасы кеткен жақта. Әуелі жолдың бойындағы шағын дүкенге барды. Есігі әлі жабық екен. Одан өтіп жол жағалап шағын базарға да жеткен. Оның бұрышында семіз қазақ әйел арақ сатып отыратын. Стакандап қояды. Папасымен талай келген. Семіз әйел бір жағында тұрған шөлмектен жарты стакан, екінші жағында шөлмекте оған жарты стакан су қосып келгеннің қолына ұстата салады. Біреу отырып жаймен, біреу тікесінен тұрып ішіп жүріп кетіп жататын осы бұрышта папасы секілділерінің топ-тобымен жүретінін байқаған. Үйреншікті орында семіз әйел көрінбейді. Демек әлі ерте. Жан-жағына алақтап қарап еді. Артындағы шоқ талдың астында шашы қудай ақ-қара кісі жанындағы жарты қауынға қолын салып жеп отыр да, қасында бүктеліп екі адам жатыр. Соң біреу папам болмасын деген оймен солай жылжып еді. Жоқ, жатқандардың ешқайсысы әкесіне ұқсата алмады. Әй қыз, деді шашы қудай аппақ қара кісі. Құлқын сәрде неғып жүрсің? Әкең самопалға жіберді ме? Онда кеп қалады, ана семіз албасты. Баян коляскасының доңғалағын тез-тез айналдырып ары қарай ұзай берген. Ол папасын дүкен алдарынан, олардың маңайында коляскасы жүріп
бара алақандай алаңқайлардан аш көлеңкелерінен түс ауғанша іздеді. Жоқ папасы. Енді салы суға кетіп үйге қарай қыбыр-қыбыр қозғалып ары қарай қайтерін білмей ойға батып келе жатыр еді. Балалардың шуылын естіп басын көтеріп алды. Үлкен жолдың арырақ айналасы түгел темір тормен қоршалып сырланған екі қабат жатаған үй көзіне оттай басылды. Ауласы толы әр жастағы өң бүлдіршін. Бұл Баянды мамасы кішкене кезінде әкеліп орналастырған ясли еді. Баян темір жарбаққа таяп келіп ойын қызығына түсіп жатқан бүлдіршіндерге қызыға қарап қанша тұрған. Яслидің ауласының қақпасынан ішке кіріп бара жатқан ақ көйлекті келіншек бұған басын қиғаш бұрып өте берді. Кенет тоқтай қалды. Бүкіл денесімен бері бұрылып сәл қарап тұрып, бұған қарай сүріне қабына жүрді. Баянбысың деп келіп бас салды. Баянбысың жарығым-ау. Бұл осы мекемеде тәрбиеші болып істейтін мамасының танысы болатын. Жиі болмаса да анда-санда келіп мамасы екеуі әңгіме-дүкен құратын еді. Баян кішкене болса да есінде ол мамасынан қарызға ақша алып тұратын. Баянбысың деді ол тағы да. Не жылағанбысың, жылапсың ғой жаным әбден. Баян өксіп қоя берді. Папам таппай қойдым деді. Мамасы өлгеннен кейін не көріп не қойғандарын түгел айтып берді. Келіншек қыздың айтқандарынан көзін жас жуып отырып тыңдаған. Одан соң Баянды яслиге алып кірді де жуындырып тамақтандырып жеке бөлмеге төсекке жатқызып қойды. Кешкісін пәтеріне алып келсе, есігі сол қалпында жабық тұр. Келіншек подъездегілерден сұрастырып еді, бәрі оны көрмегендерін айтты. Содан бұлар үй алдында ұзақ күтті. Болмаған соң Баян ертеңгісін жүрген ізбен іздеді. Бастауыш класста оқитын екі баласы коляскада отыратын бейтаныс қызға таңырқап қарап жатырқап жүр. Жапсарлас бөлмеден мейкешең шыққан ұзын тұра ер адам «Қараңғы түскенше қайда жүрсің?» деді қабағынан қар жауып. Сосын Баянды иегімен көрсетіп «Бұл қыз кімің?» деді. Келіншек жай жапсарды баяндап жатыр. Жамал тәтей мен Баян апта бойы күнде жұмыстан соң мұның папасын іздеумен жүрді. Жоқ. Сандалып кешкісін тәтейінің отбасына оралады. Баяғы мәйкесі иығынан әл түспеген ұзын тұра қабағын бір ашпайды. Сөздері дүңк-дүңк. Ыдыс алып қойысы тарс-тұрс. Тәтей, мұндай әдетің жоқ еді, қайдан тауып жүрсің деп еді анау. Мен сенен мына қызды қайдан таптың деп сұраған жоқпын ғой деп қолындағы шынысын дастархан үстіне тарс еткізіп қоя салды. Сен, по-моему, яслидің қызметкерсің, не мүгедектердің құдайы, деді еркек. Сен ана жылы өкпеңе операция жасап бесай ауруханада жатқаныңда дәрі-дәрмегің үшін қарызға ақшаны осы қыздың шешесінен алып тұрғанымызды ұмытып қалдың ба? Сөйтті екен деп бұл қызды өмір бақи арқалап жүрмекпіз бе енді? Ертесіне, деді Баян әңгімесін тыңдап отырған Бекзатқа. Жамал тәтей жұмысынан сұранып мені осы ауылға Рысалды апамның үйіне алып келді. Ол Рысалды апамның жалғыз қызы ғой. Енді екеу болдыңдар, деді Рысалды апам. Папам, Баянның үлкен көздеріне жас толып кетті. Папам содан жоқ, Жамал тәтем іздестіріп жүр. Сен жыламашы, деді Бекзат. Ешкім жоқ қой, 4 жыл болды. Неге ешкімің жоқ, біз ше? Жамал тәтей, Рысалды апа, мен. Атам да айтып отырады, мамам мен папам сенің қысқы киімдеріңді алып қойғалы жүр. Баян Бекзаттың қолын алып алақанын бетіне басты. Мені Анатауға шығарам дегенің рас па? Неге өтірік айтамын? Мені қайтып көтересің, коляскам да бар. Бола берсін. Шын ниеті болса адамның қолынан бәрі келеді, дейді атам. Ол таулардың ар жағында не бар? Алматы бар. Сен Алматыны көрдің бе? Жоқ, бірақ екеуміз көреміз оны. Екеуміз? Иә, екеуміз. Қыз жымиды. Күрсінген. Қайтамыз ба, Бекзат? Жарайды. Ол Баянның коляскасын жайлап итеріп ауылға бет алды. Екеуі де осы кезде төбешіктің төбесінен қылтиып тұрған бауыры қара ақ жыланның басын көрген жоқ. Баян мен Рысалды кемпір кешкі астарын ішіп алған соң қыз бұрышта тұрған көгілдір экранға көп үйірсектей бермей тоқуға кіріседі. Тоқуды апасы үйретіп қойған.
Судан бері кеш батса болды, түнге дейін қолынан біз түспейді. Баян-ау, осы сен не тоқып жүрсің өзі, деп сұрайды қария. Шұлық қой, дейді қыз. Қыста киемісің? Жоқ, мен емес, Жамал тәтем киеді. Жамал тәтемдер жұмыста ылғи тапчыкмен жүреді, сонда киіп алады, жылы, дейді. Қарғадай боп, қарағым-ай, деп кемпір кимешегінің етегімен көзін сүрткіштейді. Апа, дейді Баян. Апа, бірдеңе сұрасам бола ма? Болмай. Апа, төбешікке ыдыспен сүт апарып қойып жүрсем бола ма? Сөйтем деймісің? Балам-ау, түсіндім. Мейлің, сөйтсең сөйт, кім біледі. Ертесіне сабақтан соң Баян мен Бекзат қыздың өтініші бойынша төбешікке шағын темір табақшамен сүт апарып келген. Қай тұсына қоямыз, деді Бекзат. Төбесіне жақын болған дұрыс шығар. Әкел, онда апарып қоямын. Қорықпайсың ба? Неге қорқам? Жыландардың ордасы ғой. Бұзық ойы жоқтарға ордалы жыланның залалы жоқ деген атам. Дегенмен Баян Бекзаттың жүрексініп бара жатқанын байқады. Бәрібір барды ғой, бәрібір ыдыстағы сүтті төбешіктің төбесіне апарып қойды, деп күбірледі қыз Бекзат үшін зор мақтаныш сезіммен. Жақын келген соң Бекзат ысылады, деді алабұртып. Рас па? Анық естідің бе? Анық. Қуанғаныма, қорыққаныма Баянның денесі дірілдеп кетті. Бар, олар, деді Бекзат нық сезіммен. Бар, бірақ көрінбейді. Жанымыз таза емес шығар осы. Сенікі таза, мөп-мөлдір. Баян жымиды. Мөп-мөлдір? Сен ақын боласың, иә Бекзат. Не олай дейсің? Білмеймін. Ал сен? Мен сурет саламын. Мамамның, папамның, Жамал тәтейдің, апамның, сенің, осы ауылдың. Бар ғой, қаладағы біз тұратын үйді, ауылдағы домино ойнайтын адамдарды, жанындағы сырахананы да, шағын базарды, бұрышындағы күнұзақ арақ сатып отыратын семіз әйелді, сол маңда ағаш астында түнеп жататын момыштарды да. Солардың барлығын аралап, папасын іздеп келе жатқан коляскалы қызды. Ертесіне бұлар төмпешікке келсе, ыдыстағы сүт жоқ. Төгіліп қалған шығар мүмкін, деді Баян. Жоқ, ыдыс сол қалпы. Бұлар тағы да бірнеше күн сүт әкеліп қойып жүрді. Бәрінде де сол ертесіне ыдыстары бос тұрады. Бекзаттың атасы айтыпты. Онда ордалы жыланның болғаны ғой, сүттеріңді солар ішіп жүр. Япыр-ай, бұл жарықтықтар сонау жылы ауып кеткендерінен қайта оралған ма сонда? Қашан? Қай кезде? Демек, жылан да ордасын өзі деп табады екен ғой. Ордасын мүлдеп тастап кете алмайды екен-ау. Ырсалды апасы айтты. Жылы-жылы сөйлесең жылан іннен шығады деп. Балам-ай, Құдай жаратқанның бәрі де ізгілік мейірімге үйір. Оны бәрі де алдымен адамнан күтеді. Жылан ордасына апарып жүрген сүтті жылан ішсе де, басқа ішсе де әйтеуір батасы сендерге. Күздің сары таңы ұзақ. Төсегіне уағында жатса да көңіліне ұялағандардың барлығын суретін ойша салып ұйықтай алмай жатқан Баянның көзі түн ауа зорға ілінетін. Бүгін де сол кірпігі әзер айқасып қалың ұйқыға ендім-ау деген шағында қыз аяғына суық жұмсақ әлдененің оратылып жатқанын сезді. Бұл өңінде не түсінде екенін ажырата алмады. Өзі ұйқыда түйсік ояу ма, көзін ашқысы бар, қозғалысы басын көтергісі келеді, бірақ өте алмайды. Аяғына оратылып жатқан суық жұмсақ дене балтырын сығымдаған сайын жаны рахат тауып, күллі тұла бойы балқи бастады. Енді екі қара санымен өрлеп беліне келіп оратылды. Аяғынан гөрі белін қатты сығымдады. Қыздың семіп қалған аяғының басы селкілдеп жатқан сияқты. Ұмтылып тұрмақ, қозғалмайды. Бар даусымен айғайламақ, даусы шықпайды. Бір кезде шым-шым судың үстінде қалқып тұрды. Ар жақ мұнар сағым. Шым-шым судың түбіне батып бара ма, ағып бара ма белгісіз. Баян-ау, қарағым, деген ырсалды қарияның даусын алыстан талып жетеді. Қыз көзін аша жүзіне төніп апасы тұр. Қызым, амансың ба? Шыңғырдың ғой, сұмдық. Үсті басың шылқыған су. Апа, таң атты ма? Атып келеді балам. Менің үстіме ештеңе оратылып жатқан жоқ па?
оратылып? Жоқ. Кемпір әлденелерді айтып күбірлеп бетін сипады. Оратылған несі? Қане, өзің былай басыңды көтерші, көтер. Баян төсектен тұрмақшы еді, аяғының мен тізесі сырқырап қоя берді. Апа! Баянның екі көзінен жас парлап қоя берді. Тұрмай-ақ қояйыншы, бүгін жатайыншы. Сабағыңды қайтесің? Бармай-ақ қояйын бүгін. Бекзатқа айта салыңыз, өзі бара берсін. Бір жерің ауырып қалды ма? Деп қария бәйек. Ойбой, білмеймін апа, білмеймін, жатамын, ешкімді кіргізбесші маған. Баян 3 күн түнді не өңінде не түсінде емес бір қызық әсермен аяғы мен беліне оратылған жұмсақ суық денен сезініп, ол сықымдаған сайын жаны өлшеусіз рахат тауып талықсып өткізді. Ол ырсалды қарияның түн баласы жанына әлденеше келіп кетіп жүргенін де білген жоқ. Қария дәрігер шақыртуды айтып безектегенде, ауырып жатқан жоқпын деп үзілді-кесілді бас тартты. Енді не дейді қария таңырқап? Білмеймін дейді Баян. Қыз о Құдай, о Тәңір деген апасының жан ұшарлық айқайынан басын жұлып алған. Терезеден енген таңсәрінің бозалаң сәулесімен бөлме іші анық көрінді. Аузы ашылған қалпы тұрған орында тастай қатып қалған қарияның кейпі тым үрейлі. Шарасынан шыққан екі көзін мұның төсегінің жанынан ала алмайды. Баян да солай үңілген. Төсегінен қол созым жердегі ұзындығы сала құлаш бауыры қара ақ жыланның өлі денесі былқ-сылқ жатыр екен. Мама! Деп шыңғырып жіберген Баян орнынан қалай атып тұрғанын білмей қалды. Ауылға сол күні қырсалды кемпірдің үйінде қаріп қыз аяғын басыпты деген сөз ду етті. Сонымен бірге қыз жыландардың ортасына сүт тасып жүруші еді осы десіп те гулеген. Ары қарай айтқандары: ордалы жыланның киесі болады сірә. Ешқайсымызға көрінбеген жыландар қызға көрініпті. Кім біледі, кемпір де қызда ләм-лим демейді ғой. Не десеңдер де қыз байғұстың аяғынан басып кеткендерін айтсаңыздаршы, десіп жатты ел. Ырсалды қария мен Баян шынында да жылан туралы тіс жармады. Қария солай ұйғарған. Неге өйтті? Қыз оны білмейді. Әкесінің де оралар-оралмасынан хабарсыз. Бір ғана Бекзаттың ылғи келіп тұратынын біледі.